Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерді елордалық электронды мектеп порталымен таныстырғым келіп отыр. Гуглда іздеу жолағына жазасыздар елорда мектеп.kz деп. Сол кезде осындай портал ашылатын болады. Яғни бұл порталда сіздер мектепке дейінгі білім беру, жалпы орта білім беру, техникалық және кәсіптік білім беру, қосымша білім беру орталықтары, арнайы білім беру орталықтарына қажетті барлық мәліметтерді ала аласыздар. Мысалға, жалпы орта білім беру бойынша кіретін болсақ, бұл жерде 4.90 бойынша қамтылған. Мінекей, қажетінше кіріп бірінші 90-ға. Мінекей, екінші сынып таңдадық. Енді бізге осы екінші сыныптағы пәндер шығып тұр. Осының барын ашып қарайсыздар. Енді әдебиеттік оқу бойынша ашып қарайтын болсақ, ашуды басамыз. Сосын тақырыптар тұр мінекей ішінде. Осыны жаңа модуль бойынша басасыздар. Мысалы, бірінші сабақты басайық. Осы сабақты қарайтын болсаңыздар, мінекей бейне сабағы тұр. Осының сәл астына өтетін болсаңыз, қымыжы және слайд тұр. Осыны басасыздар. Осыны басқан кезде мынадай болып ашылады сіздерге. Google дискте осының слайды және оның сабақ жоспары тұр. Сондықтан бұны басып алу үшін бір рет үстіне басып, жоғары жаққа қараңыздар, үш нүкте тұр. Другие разделы деп тұр. Соны басасыздар да, мына жерде скачать дегенді басасыз. Сол кезде сіздің компьютеріңізге загрузки деген жерге мына слайд барады. Қажет болса, мынанда солай жүктеп алсаңыздар болады. Мінекей, бүгін мен сіздерге осы жайында айтқым келген, осы портал бойынша. Сіздер де кіріп көріңіздер.